Ауыздан шығатын жағымсыз иіс сізді кез келген жағдайда ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Оны адам өзі көп жағдайда байқай бермейді. Ал жаныңыздағы адам оны байқаса да сізді ыңғайсыз жағдайға қалдырмау үшін айтпауы да мүмкін. Бүгін сіздерге жағымсыз иістің себептері және одан құтылу жолдары туралы айтатын боламын. Ауыздан шығатын жағымсыз иісті медицина тілімен галитоз деп атайды. Галитоз екіге бөлінеді: ауыздық және жүйелік болып. Ауыздық дегеніміз бұл ауызға байланысты себептер болып табылады. Яғни оның ішінде ең бірінші ауыз гигиенасын дұрыс сақтамау, дұрыс жумау. Келесі мәселе ауыз қуысындағы әртүрлі ауруларға байланысты болып келеді. Яғни ауыздың шырышты қабатының қабынуы, стоматит, әртүрлі қызыл иектің қабынуы, гингивит, пародонтоз сияқты әртүрлі асқынған аурулар, тістің шіруі сияқты. Тіс шірігеннен кейін ол жерде тесік пайда болады. Сол тесіктер микробтардың, бактериялардың жиналатын орны, қолайлы орта болып табылады. Сол екінші жүйелік дегеніміз бұл жүйеге байланысты, яғни ас қорыту жүйесінің, бүйрек, зәр шығару жүйесінің, тыныс алу жүйесінің ауруларына байланысты ауыздан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Ас қорытуға байланысты гастрит, асқазан жарасы, асқазанның ауруларына байланысты егер де сізде проблема болатын болса, онда асқазаннан кері байланыс болып иістеніп кетеді ауыз. Екінші мәселе тыныс алуға байланысты. Өкпенің іріңді аурулары, бронхоэктаз, яғни асқынған ауыр асқынулы тыныс алу жүйесінің ауруларында міндетті түрде тыныспен бірге ауыздан да жағымсыз иіс сезіледі. Бүйрек, зәр шығару жүйесі бұзылғанда ацетон иісі ауыздан шығып тұрады. Келесі ауыздан жағымсыз иіс шыққан кезде одан құтылу және емделу жолдарын сізге айтатын боламын. Бірінші, көбірек су ішу. Сілекейдің көп бөлінуі ауыздағы микробтарды жойып отырады. Егер аузыңыз құрғап қалса, ол жерде бактериялар көбейіп, иіс шығуға алып келеді. Екінші жолы дұрыс тамақтану. Құрамында с дәруминіне бай жеміс-жидектерді тұтыныңыз. Мәселен, алма, сәбіз секілді жеміс пен көкөністі жеу ауыз қуысындағы бактериялармен белсенді күреседі. Үшінші, көк шай ішіңіз. Көк шайдың бактерияларға қарсы күші бар. Көк шайға зімбір қосып ішсеңіз де болады. Өте пайдалы болмақ. Төртінші, тіс щеткасы мен тіс жібін пайдалану арқылы ауыз қуысының тазалығына мән беріңіз. Күніне 2 рет тісті жуып отыру керек. Бесінші, сонымен қатар тіспен бірге тілді де тазалау керек. Тіл бүртіктерінде микробтар қалып қалады. Соны уақытылы тамақтанып болған соң тазалау керек. Алтыншы, ауыз қуысын 1 стақан жылы суға 1 шай қасық ас содасын немесе ас тұзын қосып, жиі шайып отыру керек. Антибактериалды әсер береді. Жетінші, қантсыз сағыз шайнаңыз. Сағыз иісті түбегейлі кетірмейді, алайда уақытша арылуға көмектеседі. Сегізінші, егер сіз темекі немесе ішімдік тұтынатын болсаңыз, пайдаланбауға кеңес береміз. Темекі шегетін адамның аузында жағымсыз иіс шығатыны мәлім. 9. Жылына 2 рет стоматолог дәрігерге қаралып тұрыңыз. Шіріген тіс, кариес, қызыл иектің қабынуы жағымсыз иістің бірден-бір себебі. Сондықтан айтылған себептердің асқынбауы үшін алдын алып дәрігерге қаралыңыз. 10. Халық емінің ішінде кең тараған тәсіл гвоздика, яғни қалампыр шайнау. Гвоздиканың антибактериалды қасиеті бар. Оның 1-2 түйірін алып ауызға салып сорып шайнауға да болады. Немесе 10 шақты түйірін қайнаған суға бұқтырып шай қылып ішсеңіз де болады. 11. Ауыз қуысын шаюға арналған эликсирді дәрілік шөптер мен эфир майларын пайдалана отырып аузыңызды шайып отырыңыз үнемі, тамақтанып болғаннан кейін. 12. Аптекада хлоргексидин немесе эрюдрил деп аталатын ауыз шаюға арналған антибактериалды препараттар бар. Сонымен де аузыңызды шаюға болады. 13. Жусанды да шай қылып ішіп демдеп ішсеңіз болады.
14-ші АЦД деп аталатын препарат бар. Яғни бұны бірақ ауыз қуысының жағымсыз иісіне ғана арналған емес, ол жалпы организмдегі зат алмасуды реттеуге, иммунитетті көтеруге арналған биологиялық белсенді қоспа болып табылады. Ол иммунитетіңіз күшейіп, организмді қалпына келтіргеннен кейін әлбетте ауыздан жағымсыз иіс шығу туралы жаңағы мәліметтер бар. Бұл яғни витаминді қосылыс болып табылады. Оны да ішіп көруге кеңес береміз. Әр дәріні тек дәрігердің нұсқауымен ғана ішуге кеңес береміз. Сондықтан кез келген белгілі бір симптом байқасаңыз, дәрігерге қаралыңыз. Ауыз қуысынан шығатын жағымсыз иістің 80-90% ауыз қуысындағы өзгерістерге байланысты, ал қалған 10-20% ғана жүйелік өзгерістерге байланысты болып келеді. Сондықтан ауыз қуысының гигиенасына және де шіріген тіс, кариес, дақтар, тістегі тас болатын болса, міндетті түрде стоматологқа баруға кеңес береміз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.